Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум ағайын. Міне бүгін жұма күні қабыл болсын. Міне мешіт. Ары қарай орысша айтам. Мечеть находится у нас в районе бензостроя. Вот такой у нас мечеть, как здесь все с помощью вот нас, с вами, вот имам, Аблай имам, надо руководить. Сол қазір Абай имамға сұрақ береміз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам рахматулла. Енді сіздердің каналға тіркелген адамдар, көріп жатқан адамдарға біздің тілегіміз осы мешітке бір азғантай көмектеріңізді көрсетсеңіздер деп сондай роликтер жасап жатырмыз. Міне бауырымыз келіп сол осындай өзінің қол ұшын беріп жатыр. Рахмет оған. Мешітіміз көптен қызмет істеп жатқан мешіт. Әу баста мешіт болып салынған, көбі сұрайды. Көбі қазір мешіттерді үйлерді мешіт қылып жатыр, басқа зданияларды мешіт қылып жатыр. Бірақ бұл мешіт қазылғаннан бастап мешіт болып салынған да. Мешіт халықтың тілегіменен сонау заманда 70-ші жылдар деп айтып жатырмыз. Сол жылдары салынған мешіт, халықтың тілегімен салынған мешіт, сұрауымен салынған мешіт. Сол кезде салынған, содан бері мешіт халыққа қызмет істеп келе жатыр. Кезінде енді адамдар жиналып, Құдайға бастарын иіп, сәжде жасап, Құдайдан тілек тілеп, солай өздерінің құлшылықтарын орындайды. Мұсылман баласы орындағысы келеді ғой. Міне осындай мешіт ертеден қызмет қылып келе жатыр. Қазір мешіттер көп салынып жатыр. Бірақ бұл мешіт кезінде бір ислам дін негізін қалыптастыруға, жастарды тәрбиелеуге, халықты тәрбиелеуге барлығын сондай өздерінің еңбегі бар бұл мешіттің. Көптеген ата-бабаларымыз осы жерде Алладан тілек тілеген, елдің болашағын тілеген, еркін заманды тілеген, осылай қорықпай, ешкім осы мешіттердің көп болып, жалғыз мешіт емес, көп мешіттер болып, осылай халық бір еркіндікке, бір еш нәрседен қорықпай құлшылық қылуға сондай бір заман келсе екен деп. Бұл енді халықтың тілегі ғой. Өйткені анау 40-40 жылдары, соғыс болған жылдары сол халық нелермен, фашистермен соғысып жатқан уақытта барлық халық сұраған. Барлық орысы бар, христианы бар, қазағы бар, мұсылманы бар. Барлық халық сол кездегі басшыдан, сол кезде басшылардан, патшадан, енді былайша алғанда сұраған, осы дінге кеңшілік бер, біз соғысты соған женуін тілейміз деп. Солай. Содан 41 жылы дінге рұқсат берген ғой ішінара. Содан халық, Құдай деген адамдар құлшылығын жасады, бірақ саясаттың болса да несі болды ғой. Ықпалы болды. Үкімет, ол кездегі атеистік үкімет, коммунистік үкімет суық қарат болса да, неге бұлай рұқсат бергенменен әлгі тоқал баласын күйін кешті ғой. Содан осы мешіт сап берген ғой. Кезінде бұл мешіттің тұғыры неде болған? Анау Қазақстан кинотеатры деген не бар? Сол маңайда көк мешіт болған. Сол 41 жылы халық бір адамдан үй сатып алып, соны мешіт қылған кезінде. Ол көкпен боялған, көк мешіт деп, үй көк болғасын, көк мешіт деп кеткен. Одан бертін 70-ші жылдары ол жерге үйлер салатын болды. Ол ортада тұрған мешіт, ол көзге түсіп, көздеріне бір не болды енді. Сосын шетке қарай шығару, несі шығар, саясатта бар шығар. Осы жаққа салып берген. Бұл жерде кезінде үлкен кісілердің айтуына қарағанда не болған?
бір дала болған ғой бұл жер. Бұл жерде мына үйлер, мынау мектептер кейін салынған ғой көбі. Бірақ халық сол салып бергеніне қуанған. Өйткені бастарын иіп, Алланы пәктеп, тілек тілейтін бір орын болғанына қуанып, соған Аллаға шүкіршілік қылған. Сол шүкіршіліктің арқасы дініміз келіп жатыр. Дін ұстаймын деген адамдарға еркін, жақсылық, мешіттерге ешкім қудаламайды, қыспайды, ешкім аңдымайды бұрынғыдай. Аллаға шүкір, бірақ енді сол мешітіміз кезінде мен келген уақытта бұл мешіт көп ремонт керек болған. Біз шамамызша ремонттадық, ішін, терезелерін ауыстырдық, шатырын ауыстырдық, заборлары, ағаштан болған заборларын ауыстырдық. Енді шамамызша өзінің қалқандарымызға қарай ғой. Ішін неттік, әрледік, төбесін міне жасадық, сәкісін осы бір 4-5 жылдай болып қалды, сәкісін жақсылап мықтап, бұрынғы ескі шіріп кеткен сәкілерін ауыстырдық. Алла разы болсын. Өзіміз үшін істеп жатырмыз. Енді мынау сырты бір қомақты біздің мөлшермен ғой енді, қомақты ақшаға 1,5 миллиондай деп тұр эксперттер. Енді құрылысшылар соны материалына тек қана соны көмектесіп берсе көпшілік көп. Бір ескі бұл тарихи мешіт болып бара жатыр ғой енді былай қарасаң. Ну, я хочу тоже обратиться с моим подписчикам. По возможности надо помочь Абылаю имаму этого мечети. Кто, если не мы, это сделаем? Просто финансовая поддержка, это действительно кто чем, конечно, смотрит по возможности. Біреулер мысалы 1.000 теңге береді, 500 теңге беріп жатқандар бар. Көп көрсе дейді, ол көп көрсе көл дейді қазақта. Енді ол көпшілік. Анда шығамыз, көрсетейік анда ремонт қайда істеу керек? Енді көрсетілді ғой жалпы. Қазір кішкене пауза, сосын анда тағы да басталаймыз. Міне ағайын өздер көріп жатсыңдар қандай жағдай біздің мешітте. Солай көмек керек. Давайте всем вместе. Біз қазақпыз ғой. Көмектесейік мешітке. Кто, если не мы, это будем делать? Осы былай сыртын нәрлеп әдемілесек, төбесі сосын ары қарай төбесін ауыстырсақ деген ой бар. Егер ақша түсіп жатса, алда қалай болып жатыр солай. Действительно, здесь ремонт нужен, конечно. В таком состоянии хотел, конечно, желать лучшего. Санубяре. Все вместе. Надеюсь, все мы это сделаем. Кому-то сөміз по возможности. Қадарына қарай ғой. Ол мешітке берген ақша есесін құдай еселеп қайтарады. Жарайды. Жарайды, Абылай имам. Ну, это надо показывать, это надо говорить. Пускай наше общество правильно поймет, идет навстречу с ней. Көмек болсын. Көмектесіп жатыр, оларға аз болса да көмектесіп жатқандарға рахмет. Ол Алла Тағала Құранда айтады ғой, не шығарсаңдар да Алла еселеп береді деп. Yani сол шығарғанды сол орнын толтырады. Шүкір адам бала шүкір қылса Құдайға, Алла еселеп береді. Под видеороликом там реквизиты будут, Каспий Голд, телефон, бауырым Азамат. Соған можете звонить. Ана Каспий Голд лақтыруға по возможности. Азамат, айтасыз ба? Жаңа Абылай имам айтқанына бәріне қосылам. Білім өте жоғары бізден гөрі. Мешіттің жағдайы осы міне. Құрметті солтүстік қазақстандықтар, осы біздің жанашырлы адамдар. Садақаларыңызды салуға аямай салсаңыздар, бәрі қайтып келеді деп Алла Тағаладан. Жаңа имам айтқандай, мен де оған сенемін, ол жай айтылмаған сөз. Сондықтан осы мешітімізді ондап тұрып, жөндеп, жарқыратып тұрып істеп алсақ, өзімізге
жұрттың алдында бәрі риза болып жүргенде, көргенде көз қуанатындай болғандай. Алла тағаланың үйі ғой жердегі. Солай айтылған сол. Сондықтан бұл мынандай түрде тұрғанда жүрек ауырады да, шын айтсақ. Иә. Сол ғой бәріміз. Жүрек қозғалып тұрған. Азан бауырым, рахмет, саған да рахмет, көп рахмет. Алла разы болсын. Самғант аман болайық, сау болайық, еліміз аман болсын, денсаулық мықты болсын, бала-шаға аман болсын. Осылай, чтобы мы в такие моменты все были вместе, бірге, біз қазақпыз ғой. Сол жарайды, жақсы, сау болыңыз, аман болыңдар.